Excel Microsoft Office кестесі қосымшаларының құрамындағы электрондық кестелермен жұмыс істеуге арналған арнайы программа. Excelді кестелік процессор деп те атайды. Оның көмегімен кез келген кесте түрін жасауға, қуатты математикалық, статистикалық және қаржылық есептеулерді жүргізуге мүмкіндік бар. Программаның жұмысы калькуляторға ұқсас болып келеді, бірақ жұмыс істеу мүмкіндігі одан жоғары. Күрделі есептерді шешуге және санды деректер негізінде диаграмма жасауға болады. Excelді қолдану аймағы Excel парақтары дайын кестелерден тұрады. Бұл программа есеп құжаттарын, мысалы сабақ кестелері мен дүкендердегі прайс парақтарын жасауда қолданылады. Excelде ұяшыққа енгізілген санды деректерден диаграмма мен графиктер жасауға болады. Excelде отбасының қарапайым есеп қисабын жүргізуге болады. Excelде деректер базасын құруға болады. Оқушылар, мен сіздерге бүгін Excel программасын іске қосудың 3 жолын көрсетіп өтейін. Excel программасын іске қосу үшін рабочий столда тұрған Excelдің ярлығының үстінен тышқанның сол жағын 2 рет басу арқылы Excel программасын іске қосамыз. Бұл бірінші жол. Ал екінші жолы рабочий столдың кез келген жеріне курсорды апарып тышқанның оң жағын басқан кезде шыққан менюден создать және Microsoft Excel бағдарламасын басқан кезде Excelдің бізге программасы пайда болады. Осылай біз программаны ашу арқылы жұмыс жасай аламыз. Бұл екінші жолы. Ал үшінші жолы пуск все программы, оның ішінде Microsoft Office пакетінің ішінен біз Excelді таңдау арқылы Excel программасын іске қосатын боламыз. Excel программасының жалпы терезесі. Енді терезесімен таныстырып өтетін болсам, бірінші қатар бұл тақырып қатары, яғни книга 1 деген, бұл бізде Excelде кез келген жаңадан бет ашқан кезде книга 1 деп ашылады. Осы жерге өзіміздің жұмысымыздың атауын беру арқылы өзгеріс енгізе аламыз. Ал бұл жұмыс терезесін жинап қоюға, үлкейтіп кішірейтуге және жабуға арналған арнайы батырмалар. Одан кейін бізде меню қатары орналасқан. Үшінші қатарда бізде құрал саймандар тақтасы, яғни біздің күнделікті қолданатын құралдарымыз. Төртінші жолда формулалар қатары немесе түзету қатары деп аталады. Түзету жолы, яғни осы жерде неше түрлі бізде мына жерде ақпарат енгізген кезде түзетулерді енгізуімізге болады. Одан кейінгі қатарда бізде бағандар орналасқан. Бағандар латынның А әрпінен, әрпінен, Z әрпіне дейін ары қарай A, B болып жалғаса береді. Осылай қатар бағандардың саны 16384-ке тең болады. Ал мына сол жақ бетімізде бізде қатарлар саны орналасқан. Қатарлар саны 1,048,576-ға тең. Төмен қарай түсу арқылы біз өтетін боламыз. Мынау біздің Excel программамыздың ең негізгі жұмыс алаңы болып табылады. Яғни осы жерде біз есептеулер жүргіземіз, неше түрлі таблицалар, диаграммалар құра аламыз. Одан кейін ең төменгі бөлікте бізде қалып күй қатары орналасқан. Қалып күй қатарында біз нешінші бетте отырмыз және неше бет аша аламыз, бәрін көруге болады. Жаңа бет ашу үшін вставить лист деген кезде бізде жаңадан беттер ашылатын болады. Осылай біз 256 бетке дейін аша аламыз. Жалпы Excel бұлай қарағанда бір кітап ретінде көрінеді. Әрбір бетінде әртүрлі ақпараттарды енгізу арқылы жұмыс жасай аламыз. Тағы айта кететін нәрсе, Excel программасында біз сандармен жұмыс жасай аламыз, мәтіндермен жұмыс жасай аламыз. Әртүрлі мәтіндерді ұяшықтарға енгізу арқылы мәтіндермен жұмыс жасай аламыз. Сонымен қатар сандармен жұмыс жасай аламыз. Сандармен жұмыс жасай аламыз. Сандармен жұмыс жасаған кезде әртүрлі тыныс белгілерді де қоя аламыз. Одан кейінгі біз формуламен жұмыс жасай аламыз. Мысалы 10, 19 және 10 деген сандарды бізге көбейту керек болса, міндетті түрде формуланы пайдалану үшін біз теңдік белгісін пайдаланамыз. Тең болады 10 көбейту 19 көбейту, мысалы 10. Enter басса, мысалы 190 деп автоматты түрде бізге көбейтуді орындап берді. Күнделікті бізде жұмыс жасаған кезде адрестеуді пайдаланамыз Excel программасында. Яғни адрестеудің 3 түрі бар: салыстырмалы, абсолютті және аралас адрестеу. Адрестеу үшін
бізге міндетті түрде доллар белгісі қажет болады. Яғни ұяшықтарды E12 ұяшығы болса, адрестеуді орналастыру керек болса, бізге сол ұяшықтың атының алдына біз доллар белгісін қою арқылы ұяшықтарды мен бағандарға адрестеу жүргізе аламыз. E12 ұяшығы емес, яғни E бағаны мен 12-ші қатардың қиылысын E12 ұяшығы деп аталады. Ең көп қолданылатын бізде батырмалар бұлар: қиып алу, көшіру, қою, сонымен қатар сортировка жасау, автосумма, яғни мына 3 санның қосындысын қосқымыз келсе, мына жерде автосумманы басса, 3 санды қосып бізге 219 шығарды. Немесе средний число, яғни осы 3 санның ішінде средний число 109 деп бізге көрсетіп береді. Сонымен қатар бізде форматирование жасауымызға болады, диаграммалар қоюымызға болады. Диаграмма, яғни біздер әртүрлі кестелермен жұмыс жасағанда оларға диаграммаларды қолдана аламыз. Осылай Excel программасында бірнеше әрекеттерді орындауымызға болады.